Айтбаев, анасы Свет Айтбаева, Димаштың өзі, және директоры Жандосы Алпамыс Шаримов. Өздеріңіз көріп отырғандай, Димаштай қазақтың сүйікті ұлына бүгінгі мынадай керемет кешті көруге, ұлықтау рәсіміне қаншама жанкүйерлері жиналған. Қошеметтеріңіз ағайын. Шынында да қандай бақытты елміз. Мен ойлаймын, сол бақытты елдің бақытты ұрпақтарының біріміздің Димаш. Қараңыздаршы, Ақорданың дәл жанында Қазақстан орталық концерт залында мінекей дүлдүл Димашымызды тіл аузымыз тасқа қарсылау сәті жүріп жатыр. Бұл тек қана бір жанұяның, бір отбасының ғана қуаныш емес. Мен ойлаймын, бүкіл дүйім алқалаштың қуанышы. Расымен де Димаш тек қана қазақ эстрадасының музыка әлеміндегі, біздің музыка саласындағы белгілі әнші ғана емес, тіпті әлемдік дауысы брендке айналған әнші ретінде біз айтуымызға әбден болады. Мінекей халықтың ықыласын көріп отырсыздар. Халықтың бағы, құрметті достар. Қазіргі уақыт. Научились, да, получается? Тікелей эфирде біздің экран желіге қосылып отыр. Осындай қазақтың бағына маңдайы жарқыраған қол берген ата-анасына бәріміз бір қошемет білдіріп қояйық. Олай болса, халықтың бағы баянды болсын дейміз, құрметті достар. Мінекей залдың ішінде пайыға кірген сәтте Димаш деген жазу Қазақ ұлттық өнер университетінің 500 студенті жиналып тұр. Яғни Димаштың бірге оқыған курстастары, достары, группаластары залдың ішінде. Біз проректорымызды көріп тұрмыз университеттің. Мінекей жүрек жасап жатыр. Жастарымыз Димашқа арналған флешмобын көрсетуде. Және бұқараттық ақпарат құралдары бірден Димаштан сұхбат алып жатыр. Бүгінгі кешіміздің негізгі ұйымдастырушы әрине Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі. Бүгінгі өткізіп жатқан марапаттау рәсімі хабар